достар, сіздермен бүгін Еркеназ, және бүгінгі видеода сіздермен Тока Бока сериалдарын түсіретін боламын. Бүгін менің видеомның тақырыбы менің мектептен кейін бір күнім. Ал енді мен бастайын, сіздер лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Кеттік. Менің сабағым түсте басталады, ал қазір менде сағат 1, тура 1 болды. Ал мен 1:50-де шығамын. Енді киіне берейін. Осы сумкамды аламын. Сосын қазір заттарымды салатын боламын. Ал енді заттарымды салайын. Маған 2 дәптер керек, және 1 кітап, және 1 ручка. Және де өзімнің карточкамды аламын. Ал енді формамды киейін. Бүгін бізде понедельник емес, так что бізге осындай көйлектер киюге рұқсат берді. Мен дайынмын. Телефонымды аламын. Және бүгін информатика болғандықтан мен айпадымды апарамын. Әлі сабаққа ерте. Так что мен қазір тамақ ішіп боламын. Холодильник. Кешіңіздер достар. Мен анам осындай кекс пісіріп кетіпті. Енді осыны жеп алайын, сосын соқ құйып аламын. Телефонымды көріп отырамын. Енді мен боянамын. Ең алдымен мен шашымды тараймын. Крем жағамын қолыма. Ал енді осындай духи себемін. Болды. Ал енді тени помадаларды жағатын боламын. Менде осындай 3 түрлі косметика бар. Кешіңіздер достар, ашылмай қалды. Мен осы косметиканы қолданатын боламын. Мынау яркий слишком, а мынау норм, бірақ слишком темный. А мынау ашық. Осындай помада жағамын. Сосын румяна. Болды. Және менде осындай помада, тағы да басқа кисточкалар бар. Тени. Осындай түсті аламын. Болды, мен дайынмын. Так. Бұл жақта қод. Мен подругам звондап жатыр. Алло, привет. Бірге шайық дейсің бе? Жарайды. Онда мен сенің орнына келе беремін. Жақсы, давай. Бүгін менің еще подругамның туған күні. Ол бізді кафеге шақырып жатыр. Так что оған қазір мен подарка алатын боламын басқа подругаммен. Так, свет сөндірейік. Мысық. Неге сен бұл жақта тұрсың? Жарайды, мен кеттім. Менің мектебімен көп жол жүру керек. Сол үшін біз қысқартылған жолмен баратын боламыз. Және де таксимен. Ана енді келдік. Так, сабаққа келдік. Міне. Қалайсың? Жақсы.
Сен сумкамды алмағансың ба? Жоқ, мен кітаптарымды осы жаққа тастап кеткем. Менікі тек 3 кітап тастап кеткем. Мен екеу. Бүгін 2 сабақ және информатикасын дене шынықтыру. Ой, мен дене шынықтыру киімін алмадым. Менде. Өйткені мен аяғым ауырып қалды. Ал мен просто ұмытып кеттім. Даже не знала. Сен подругамның туған күніне барасың ба? Арайлымның? Я, әрине бірге барайық. Сен подарка алдың ба? Жоқ, мен алмадым. Сен ше? Мен де алмадым. Тогда бірге алайық. Бір магазинге барып. Жарайды. Мен портфелін бүкілімді алып кетемін. Қазір мұғалім телефондарды жинап алады. Я, бірақ мен телефон алмадым. Жарайды, жүр. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіңдер ме? Қалғандары қайда, білмейсіңдер ме? Жоқ, біз білмейміз, енді келдік. Жарайды, отырыңдар. Мен сотка жинайтын коробканы алып келейін. Бұл жақта емес. Мен коробка жинайтын үйде ұмытып кеттім. Сол үшін қазір өзім найқалып қоятын боламын. Так, сотка жинаймыз, планшет бүкіл. Өйткені бүгін информатика екенін мен білемін. Мұғалім мен алып келмедім. Неужели? Міне. Айпад. Міне. Болды болсын. Так, сабақ басталуына 20 минут қалды. Қоңырауға шығып келеріне болады. Мен новый айпад алдым, розовый. Я, бәсе, көрдім. Өте әдемі екен. Рахмет. Басқаларын күтейік. И Арайлымды. Өйткені оны поздравить ету керек. Я. Мә, бүгін келдіңдер ғой. Арайлым туған күнімен. Рахмет. Арайлым туған күнімен. Рахмет. Бүгін Арайлым туған күні ма не? Білмеймін. Туған күні ма не? Мен вообще білмеймін. Я, Арайлымның туған күні. Білмейсіңдер ма не? Ұят қой. Мұғалім еще кім туған күнінің расписаниясын жіберді ғой. Просто мен қарамадым. Хотя подарка бересіңдер ма? Туған күнге шақырсам. Жарайды. Аңғар сен туған күнің екенін білмейді. Кел отыр. Әлі 10 минут бар. Арайлым туған күнімен. Рахмет. Я одинокая. Саламатсыз ба? Соткан бар ма? Жоқ. Сен не мен сияқты форма киіп келгенсің? Бүгін понедельник емес қой. Просто киім келді. Ал сен неге кидің? Мен де киім келді. Жарайды, бірге бір вкус екен бізде. Бүгін информатика ғой. Мен сотка алмадым. Менде. Так, ұлдар сотка жоқ па? Жоқ. Жарайды. Сонда Айару ғана соткана келді ма? Қызық. Арайлым, қалайсың? Туған күнімен. Сәлеметсіз ба? Рахмет. Қалайсың? Дене шынықтырудан сен бересің бе енді? Я. Сен бұрында вообще басқа сабақтан беретін едің ғой. Алысып кеттім. Енді мен спортты жақсы көремін. Жарайды. Так, балалар, 5 минут қалды, сабаққа кіреміз. Дайындалыңдар. Жақсы. 5 минут әңгімелестік қой. Я. Бірінші сабақ математика ма? Я. Туф.
математика өтіп болған соң. Ура, қоңырау. Қоңырау 5-ақ минут, бірақ отыра берейік, әңгімелесіп жүреміз. Жарайды. Так, мұғалім қайда шығып кетті ма? Ой, менде қазір физика ғой. Балалар, сендерде физика бар ма бүгін? Мұғалім қайдағы физика? Ой, физика деппін ғой. Тарих бүгін сендерде. Мен тарих дәптерін алдым. Жақсы, ашыңдар. Бүгін біз қола дәуірін өтетін боламыз. Тарих өтіп болған соң. Бітті. Сабақ. Енді қазір сендерде информатика ма? Сен соткан мен айпадыңды ала бер. Соткан керек емес. Все. Басқа ешкім алып келмеді ме? Жоқ. Неге? Қазір ұрсады ғой текке. Информатика мұғалім қайда? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз информатикадан бересіз бе? Я, мен жаңадан келгенмін. Жақсы. Сәлеметсіңдер ма? Сәлеметсіз бе? Сіз жаңадан бересіз бе? Я, өйткені сендердің бұрынғы мұғалімдерін ол басқа сыныпқа беретін болды, үлкен сыныптарға. Ал сендер 5-ші сынып, мен сендерге беретін боламын. Бүгін кім айпад алып келді? Мен. Ал басқаларымыз? Сендерге бұрынғы мұғалімдерін айтып еді ғой. Менде айпад жоқ. Мен үйден ұмытып кеттім. Менде айпад жоқ, тек телефон. Телефон, айпад бола берсін. Главное, смартфон болса болды. Ал енді онда бір адамда ғана болса, тогда мен сендерге тақтаға түсіндіретін боламын. Бірінші параграфты ашыңдар. Информатиканы өтіп болған соң. Сабақ аяқталды. Кім бүгін кезекші тақтаны сыртсын? Бүгін мен бә кезекші. Ну, хотя бы тряпкамен емес. Қазір 10 минуттық перемена ғой? Я, мен асханаға барамын. Қыздар, кеттік үшеуміз. Давайте төртеуміз. Өйткені сен бізбен араласпай жүрсің что-то. Жарайды. Кеттік. Қоңырау соғылғанда. Қоңырау соғылды, тез. Дене шынықтыру ғой бізде. Қайда кешікпейміз. Қазір дене шынықтыру мұғалім келеді. Так, дене шынықтыру ма сендерде? Сендерде форма жоқ, как всегда. Я знаю уже, да? Я... Жүріңдер. Сендерге наказание бүгін дене шынықтыру болмайды. Не үшін? Қандай наказание? Сендер сыныпта өтесіңдер дене шынықтыруды. Ойнап айтам. Қазір ұлдар болса, отжимание жасайды 40. Ал қыздар 30 отырып тұрады. Ал келесіде кімде дене шынықтыру киім жоқ болады, бар болады, тогда ол далаға шығып футбол, волейбол ойнайды. Ал кеттік. Несправедливо, бұрынғы мұғаліміміз күшті. Налар маған жынданып тұр ма? Вообще. Сендер не маған жынданып тұрсыңдар? Біз жынданып тұрған жоқпыз. Түрлерінен көрініп тұр ғой. Жарайды, жасаңдар. Так, жасаңдар. Болған соң айтыңдар. Олар бүкілі бүгін дене шынықтыру киім әкелмепті. Сол үшін мен оларға наказание бердім. Сіз жестокийсіз ғой. Мұғалім, біттік.
Ой, наконец-то сабақ аяқталды, үйлеріне барыңдар. Так, балалар, сабақ аяқталды, үйлеріне барыңдар. Екі мұғалім айтып кетті уже. Жарайды, кеттік, қыздар. Кеттік. Кеттік енді. Ой. Арайлым, сен үйге айтасың ғой, иә? Кәусармен. Я, біз екеуміз қайтамыз. Давайте, пока. Пока. Жүр енді Арайлымға бір магазиннен фикс прайс или бір жерден, короче, бір нәрселер әперейік. Жүр. Так, осы магазин. Жүр. Осы жақта күшті подаркалар алуға болады. Так что жүр. Мына тастап кетейін. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Осы кошелекті алайық. Токаны аларсыз. Жүр, тағы бір нәрселер алайық. Вау, қандай клубничка. Мен осыны алып. Ал сен білмеймін не бересің. Ал мен давай арбузын алам. Давай. Вау, осындай игрушкалар, я мечтала вообще. Я күшті. Мен осындай берем, сосын осындай берем. Ал мен онда, егер сен осындай берсең, мен осындай берем. Жарайды. Жүр. Мына жақта жоқ. Жарайды, осы да жетеді, қасына тәттілерді қосайық. Жарайды. Мынаны упаковывать етпеймін, мынаны упаковывать етемін, мындайға. Ал мен осындай. Осындай бар ма? Я же не знала. Блин, мен осындайға хочу. Тогда мен қайттан істеймін. Вообще-то мен ол істеген келген. Жарайды. Жарайды, мен осындай істеймін. Мынаны упаковывать етем. Менде подаркалар дайын. Ал енді мен. Және де мен оған осындай шапка берем. Болды. Осындай берейінші. Сосын ровно 4 болады сен сияқты. Ал енді кеттік. Достар, мен осымен видеом аяқталды. Егер сіздер екінші частын көргілеріңіз келсе, тогда күтіңіздер. Лайк басып тіркеуді ұмытпаңыздар. Всем пока.